Шығыс Қазақстан өнер музейі бір жәдігердің тарихи жобасы аясында дайындаған қазан айындағы бейнеролигінде Исатай Исабаевтың Мұхтар Әуезов шығармасы туралы әңгімелейді. Кезінде Исатай Нұрышұлы 60-шы жылдардағы Қазақстан суретшілер арасындағы ең танымал графика суретшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер майталманы болды. Ол 1936 жылы Талдықорған облысында дүниеге келген, Алматыда тұрып жұмыс істеді. 2007 жыл шығармашылық өмірбаянындағы соңғы жыл болды. Суретші графикалық баспаның барлық түрлерін, ою, литография, дюногравюраны жетік меңгерген. Бұл жұмысында ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясының бірінші томының барлық негізгі түйінді сюжеттерін салыстырмалы түрде шағын 72-73 сантиметрлік төртбұрышты парақта ой елегінен өткізе алды. Суретші таңдаған дюногравюра техникасының өзі 19-20 ғасырлардың тоғысында линолеумді ойлап тапқаннан кейін сәл кейінірек пайда болды. Бұл техниканың өзекшелігі сол, алдымен линолеумның бетіне керекті кескіндерді, штрихтарды өткір әрі үшкір құралменен ойып түсіреді де, жұмыстық графикаға тән бояулармен бояп аяқтайды. Бұл туындыда суретші бөлшектерді қашау және пышақпен өңдей отырып, шапандарда, кілемдерде, киіз үйлерде филиграндық дәлдікпенен күрделі, гүлді әрі ұлттық нақышты өрнектерді аса шеберлікпен жасайды. Ол романдағы жазушы мен кейіпкерлердің портреттік ұқсастығына қол жеткізді. Бұл парақтың көп фигуралы композициясы, пейзаж, жануарлар, сюжеттік көріністер және портреттер элементтерінен тұрғанымен, кейбіреулері нақты тарихи тұлғаларға жатады. Бұл Абай және оның шәкірттері Мұхтар Әуезов, Абайдың әкесі Құнанбай. Әйгілі роман авторы Мұхтардың портреті толық биіктікте, монументалды композициялардың ортасында жасалған. Бұл басым орталық оның айналасында Абай өмірінің әртүрлі эпизодтары оң және сол жақта симметриялы орналасқан. Дюногравюра кеңістігінің макетінде театр элементтері және Шығыс Қытай үнді өнер мектебіне тән көп қырлы перспективалы сипаттамалар қолданылады. Бүкіл сызба ұлттық ою өрнекке негізделіп, жақтауы да солай жиектеледі. Төменде ой өрнек жолағында жазушының аты жөні мен оның өмір сүрген жылдары Мұхтар Әуезов 1897-1967 деп жазылған. Әуезовтің өмірбаянын жақсы білетін адам жазушының өмірден өткен жылын көрсетудегі суретшінің қателігін байқайды. Неге екені белгісіз, Исабаев Исатай Нұрышұлы жазушының өміріне тағы 6 жыл қосты. Ортада әсем безендірілген киіз үйдің бейнесі жайманың жоғарғы жиегіне тиіп тұр. Киіз үйдің оң және сол жағында жұмсақ сызықтар орналасқан. Олардың қолында 2 аққу мен 2 қарлығаш ұшып келеді. Әуезов тұлғасының биігінде бірнеше сюжеттік топтар бар. Жоғардан төмен оңға қарай қазан көтерілген той, атқа мінген шабандоз, сәл кейін Абай мен шәкірттері. Жазушының сол жағында мынадай көріністер берілген. Бүркіт ұстаған Құнанбай, ат үстіндегі шабандоз, қодардың сот отырысына қатысушылар, жас Абайдың әжесі Зереден бата алу сәтін көреміз. Республикалық және шетелдік көрмелердің тұрақты қатысушысы бола отырып, Исатай Исабаев кітап иллюстрацияларының авторы ретінде танымал болды. Ол кітап форматының әрбір сантиметрінің қадірін білген. Даланың ұлы ойшылының өмірі мен мінезінің қалыптасуындағы барлық қабілет қасиеттерін бейнелеген бұл графикалық туындының мазмұнын шетелдіктер оңайлықпен түсіне алмайды. Әуезовтің романын оқи отырып, Абайдың даладағы тұңғыш демократ атанғанын, жастық шағында неліктен Құнанбайдың қодарға кескен аяусыз жазасын мойындамағанын, өзі пір тұтқан әкесімен қарама-қайшылыққа түскенін ұғына бастаймыз. Әрине, біздің жердегі тіршілігіміз кінәсіз періштелер үшін емес, махаббат пен еркіндіктің символы дала аспанындағы аққулар мен қарлығаштардың екеуіне де үміт сыйлайды.